Мінекей мантымыз міне пісіп жатыр. Уже пісейін деп қалды. Bir 5-10 минутта аламыз. Құрметті YouTube көрермендерім, мінекей 1-ақ минутта желініп кететін бүгін тағам жасаймыз. Мінекей өткізіп алдық. Енді осыған ұнын салып қамырын илейтін боламыз. Мінекей қамырымызды илеп қойдық. Енді бір 10-15 минутқа қойып қоямыз. Мінекей пиязын турап алдық. Кішкене азырақ оған тұз салып езіп жібереміз енді. Фаршымызды алып қосамыз. Азырақ мұны тағы да тұзын қосып жіберем. Жаңалде тұз қосқан ем ғой. Пиязына. Енді мұны қара бұрышымыз, паприка бәрін қосып жібереміз. Бізде ана паприканы көбірек қосқанды ұнатады балалар. Сол үшін сәл көбірек қосып жатырмын. Мінекей фаршымызды дайындап қойдық. Ал енді қамырымыз әдемілеп жақсы июі қанып қапты. Енді біз соны ортасынан кесіп аламыз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар. Күшті, керемет болып тұр. Мінекей ордаларын жапсырып шығамыз. Мінекей мантымыз міне пісіп жатыр. Уже пісейін деп қалды. Bir 5-10 минутта аламыз. Құрметті YouTube көрермендерім, мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай розочка мантымыз дайын болды. Бұл дастарханда өте сәнді болып, сәнін береді екен мына розочка мантымыз. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Мына қонақ келгенде бір өте әдемі көрінеді екен осылай роза жасаған мантыларымыз.